Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді жаздың хит салаты тещин язык салатын дайындаймыз. Ең алдымен бізге баклажан қажет болады. Баклажандарымызды жақсылап жуып, орташа қалыңдықта видеода көрсетілгендей турап аламыз. Одан кейін салқын суымызға бір ас қасық тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған суымызға баклажандарды салып 30-40 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін жұмыртқаларымызды жарып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Егер баклажанды жұмыртқаға аунатқым келмейді десеңіз де өз еркіңіз, бірақ жұмыртқаға аунатсаңыз өте дәмді қытырлақ болып шығады. Сондықтан жұмыртқаға аунатуға кеңес беремін. Міне, біздің осымен 30-40 минут уақытымыз өтті. Енді баклажандарымызды жұмыртқаға жақсылап аунатып, қызып тұрған майға екі жағы қып-қызыл болғанша жақсылап қуырып аламыз. Видеода барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салат әсіресе ер адамдардың көңілінен мықтап шығады. Сондықтан келіншектер, қыздар, жігіттеріңіздің көңілін аулайын десеңіздер, осы салатты міндетті түрде жасаңыздар. Осымен баклажандарым дайын. Енді бізге қызанақ қажет, яғни помидор. Помидорды да қатты жұқа қылмай, орташа қалыңдықта турап аламыз. Барлық помидорларды турап алғаннан кейін ортасына жағатын соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез және де сарымсақ қажет. Сарымсақты майда етіп турап, майонезге араластырамыз. Енді жасалыну жолы видеода толық көрсетілген. Алдымен баклажанға майонезді жағып, одан кейін помидор, тағы да майонезді жағамыз, одан кейін баклажанымызды қойып, дастарханға ұсына береміз. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Айғаным. Лайк басып, комментарий жазуды және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз.